Кадыр ғұламалар, отырардың хакимдері. Жаңалық бар, жақсылық бар. Отырардың ұлы перзенті Әл-Фараби келді. Әл-Фараби келді. О, отырар, туған қалам, ыстық ұям тербелген бесігім. Әузі биләхиден бастап әлгеместі аяқтаған аралықта қаншама қилы-қилы жылдар өтті. Сарға оқып сарғайған айлар да түндерде өтті. Көрсем екен елімді, жетсем екен жерме деп аңсай сағындым. Сол сағыныш маған жүрегіңнің отын апарсаң, көңіліңнің шоғын аласын деп жетелет. Ұстаз, сіз кеткелі жатыр екенсіз. Сіз Аристотельдің материалистік көзқарасын дамыта отырып, нүктені сызықтан, сызықты беттен, ал бетті денеден бөліп алмайды депсіз. Аристотель үшін де, мен үшін де математикалық ұғымдар ақиқат. Ұлы ұстаз, сіздің физикалық көзқарастарыңызды қызығып оқудамын. Міне мына кітап, вакуум туралы трактат. Вакуум бос кеңістік. Ғылым мен философияның ең ілгерден даулы мәселелерінің бірі. Осыны оқып тоқып бітірген соң, сіздің физика негіздері деген кітабыңызды оқып дәлелдей алсам, сіздің шәкіртіңіз Фараби бола алам ба? Айналайын менің отырарлық достарым. Сендер ғылым жолындағы болашақ Фарабисіңдер. Ұлы ұстаз, бізді неге тастап кетіп бара жатырсыз? Әлі зерттелмеген ғылыми жұмбақтар бар. Ол жақта ой толғап, таласатын замандастар бар. Бізде бір-бірімізден ажыратпайтын ұлы шығармалар бар. Туған еліме оймен келіп едім, оймен кетіп барам. Сарқып бәрін бермесем де елімнің ауыр жүгін сарқып алып барам. Туған жердің бір уыс топырағын өліп кетсем жамбасымда жатсын деп орамалға түйіп алып кетіп барам. Қош болыңдар. Қош болыңдар, қош бол, самалыңнан әлдилеп, сазды сарың күй бесіңде тербеткен менің елім. Қош отырарым, қош болыңдар.